Сәлем достар, сіздермен доп ойнаған азар арнасы және бұл Бенфиканың феномені Жоао Феликс туралы 5 фактілер видеосы. 19 жасар португалиялық талант керемет футболының арқасында Европаның топ клубтарының қызығушылығын тудырып отыр. Видеоны бастамас бұрын мен арнамның құрылғанына 1 жылдығына орай конкурс ұйымдастырамын. Мына тамаша Реал Мадридтің коллекциондық формасын ұтып алғыңыз келсе, мынандай өте оңай шарттарды орындауыңыз қажет. Бірінші, осы видеоға лайк басып, репост жасауыңыз керек, яғни достарыңызбен бөлісулеріңіз қажет, мысалы ВК желісінде. Екіншіден, осы арнаға тіркелулеріңіз керек. Үшіншіден, арнаның Instagram парақшасына да тіркелу қажет. Төртінші, Google форманы толтыру керек. Google форманы толтырудың еш қиындығы жоқ. Онда өздерің туралы мәліметті, яғни аты жөндеріңді, электрондық пошталарыңды және репостқа сілтемеңізді көрсетулеріңіз керек. Ол өте маңызды. Конкурстың нәтижелері 25 мамыр күні шығады, яғни 1 айдан кейін. Жеңімпазды рандом арқылы анықтаймын. Кім жеңгенін арнаның Instagram парақшасынан біле аласыздар. Жоао Феликс Секейра 1999 жылдың 10 қарашасында орталық Португалиядағы Висеу қаласында дүниеге келген. Ол футболмен өзінің туған қаласына айналыса бастады. Ос Пистианос командасында футболдағы өз жолын бастады. Ол 8 жасында Ос Пистианос командасынан Бенфиканың басты қарсыласы Портудың академиясына өтіп, келесі 7 жылын сонда өткізді. 2014 жылы айдаһарлар оны өте арық деп, онымен ары қарай жұмыс істеуден бас тартқан болатын. Бенфикаға өтпес бұрын ол 1 жыл Педроенсе клубында өткізді. Сол жерде ол жақсы дамып, өзінің қазіргі нұсқасына айналды. 2015 жылы ол Бенфикаға қосылды. Сол сәттен бастап оның дамуы өте қарқынды болды. 16 жасында ол Бенфика Б командасына дебют жасаған ең жас футболшы болды. 17 жасында ол Португалия 21 жасқа дейінгі құрамасына шақырту алды. Ал оның басты құраманың сапына шақырылу өте жақын болашақта болатынына кепілдік беремін. Оның ойын стилі өзінің кумирі бразилиялық футболшы Какаға ұқсайды. Феликс жаңа заман шабуылшысы. Ол орталық шабуылшының артындағы кез келген позицияда ойнай алады. Дегенмен, ол матчты сол қанатта бастағанды ұнатады және ортаға ауысып, өзінің басты аяғы, яғни оң аяғымен соққыларды жұмсағанды жақсы көреді. Оның аяғына доп түскенде ол қорғаушыларды финт арқылы немесе барлық қорғанысты бір ғана паспен өтетіндей қауіпті пастар орындай алады. Одан гол қаупі де жиі туындайды. 2018-2019 маусымдағы Португалия лигасында ол 21 ойында 11 гол соғып, 7 ассист орындаған. Одан бөлек, осы жылғы Европа лигасында ол 6 матчта 3 гол соғып, 1 голдық пас берген. Сол хет-трикті ол Европа лигасының ширек финалында Айнтрахтың қақпасына соқты. Барлық турнирлерді алғанда 39 матчта ол 18 голдың авторы атанып отыр. Шынымен де, осы маусым Феликс үшін серпіліс маусымы болып отыр. Оның келісім шартына орай кез келген клуб 120 миллион евро төлеген жағдайда оны өз сапына ала алады. Алайда, трансфер-маркет сайты оны 35 миллионға бағалап отыр. Қалай дегенде де, осы жазғы трансферде Бенфикаға оны сақтап қалу өте қиынға соғатыны анық. Қазіргі таңда оған Манчестер Сити, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, ПСЖ және Атлетико сияқты клубтар көз тігіп отыр. Жоао мен Криштиану Роналдудың агенті бір адам. Ол атақты футбол агенті Хорхе Мендес болып табылады. Кім біледі, мүмкін оның агенті және Роналдудың өзі оның Ювентусқа өтуіне себепші болуы мүмкін. Португалияда көбісі Феликсті Криштиану Роналдумен бірдей жас кезіндегі уақытымен салыстырғанды жақсы көреді. Және көбісі Феликсті Роналдудан көбірек дамыған деп есептейді. Өйткені Роналду сол жасында енді ғана Спортингтен Манчестер Юнайтедке ауысып, сол жерге үйрене бастаған кезі еді. Роналдудың өзі осы маусымдағы Жозе Алвелада стадионында Спортинг пен Бенфика арасындағы дербиді тамашалаған болатын. Ювентус жұлдызының ескі клубы 4-2 есебімен жеңілген еді. Сол ойында Феликс 1 гол соғып, 1 пенальти жеңген болатын. Бенфиканың ескі вице-президенті сол ойыннан кейін былай деген болатын: стадионда Португалияның ең үздік футболшысы болды. Және Роналдудың оның ойынын көруге барғаны қандай тамаша деп қалжыңдаған еді. Феликс бір сұхбатында: менің жетістіктерім қыздармен қарым-қатынаста көмектесуде. Олар қазір маған өзінің жалаңаш фотоларын көп жібереді деп айтқан болатын. Бұл Бенфиканың жас таланты Жоао Феликс туралы 5 фактілер видеосы. Оның ойыны туралы сіздер не ойлайсыңдар? Ол әрі қарай қарқынды дамып, басқа топ клубқа өте ме? Әлде тағы да бір маусым Бенфиканың сапында қала ма? Қай клуб оған жарасады? Ойларыңызбен комментке бөлісіңіздер. Лайк басып, арнаға тіркелуді және ең бастысы конкурс туралы ұмытпаңыздар. Видеоны аяғына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.
сау саламатта жүздескенче.